Қайырлы күн баршаға. Бүгін біз оңай әрі тез жасалатын, қолжетімді заттардан тұратын өте дәмді десерт, яғни муравейник жасайтын боламыз. Мүмкін бұл сізге бала кезден таныс дәм шығар. Ал егер білмесеңіз, міндетті түрде осы рецепті жасап көруге кеңес беремін. Күнделікті шаймен бірге немесе қонақ дастарханына ұсынсаңыз болады. Ал қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк, пікір қалдыра өтіңіздер. Ендеше қажет заттарды таныстыра өтейін. 400 грамм ұн қажет, 100 грамм қант қосамыз, сосын бөлме температурасындағы 1 жұмыртқа, 40 грамм сүт, 82% 100 грамм сары май қосамыз. Ерітілген немесе бөлме температурасындағы болады. Және вареная сгущенка 1 банка, яғни 300 грамм қажет. Енді ыдысымызға барлық затымызды салып шығамыз. Қантты қосамыз, 1 жұмыртқаны жарып саламыз. Қосылатын заттардың барлығы бір температурада болғаны маңызды. Сосын сүт қосамыз. Қосылған заттарды бір араластырып шығамыз. Сосын ерітілген сары майымызды және ұнымызды қостық. Келесі ретте қамырымызды бәрін біріктіріп, илеп шығатын боламыз. Сары май туралы айта кетейін. Сары майды алдын ала шығарып қойсаңыз, бөлме температурасында еріген түрінде қоссаңыз болады. Ал егер де мұздатқыштан шығарған болсаңыз, оны теркадан өткізіп қоссаңыз болады, немесе микротолқынды пешке ерітіп алып қоссаңыз да болады. Қамырды ұзақ илеудің қажеті жоқ, тек барлық заттары біріксе болғаны. Міне қамырымыз дайын. Енді холодильникке жарты сағатқа қойып қою қажет, немесе морозильникке 15 минутқа салсаңыз жетеді. Енді пешке пісіретін боламыз. Алдын ала 180 градусқа жылытып қоя беріңіз. Осылай противеньді алып, пергамент қағазын бетіне төсеп дайындаймыз. Мен қамырды холодильниктен шығардым. Осылайша қамырымыз өз формасын жақсы ұстайды, яғни майы қатты жылқылдап еріп кетпейді. Қамырды ет тарқыштан тартсаңыз болады, немесе мен сияқты терканы қолдануыңызға да болады. Маған осылай ыңғайлы. Қамырды 2-3 бөлікке бөліп, теркадан өткізіп аламын. Қамырдың екінші бөлігінде өткіземін. Енді барлығын бір келкі етіп жайып шығамын. Бір жері жұқа, бір жері қалың болып қалмауы тиіс. Бәрі теп-тегіс болып піскені жақсы. Әйтпесе қамырыңыз бір шеті күйіп, бір шеті аппақ болып піспей қалуы мүмкін. Міне енді 180 градуста қызып тұрған духовкаға 10-15 минутқа салып пісіріп аламыз. Ал қамырымыз піскенше біз кремін дайындаймыз. Кейбір рецептерде қосымша вареная сгущенкамен бірге сары май қосып дайындайды, сүт қосып дайындайды. Мен де олай жасап көрдім, бірақ дегенмен дәміне келер болсақ, тек қана сгущенканың өзін қосқанымен ешқандай айтарлықтай айырмашылық көрген жоқпын. Сондықтан артық сары майды шығындамай, тек осы вареная сгущенка қолданатын болдым. Сгущенканы осылай вилканың көмегімен езіп шығуымыз қажет. Сонда түйіршіктеліп, қамырдың бір жеріне көп, бір жеріне аз болып қалмайды, барлық қамырға біркелкі араласатын болады. Және де вареная сгущенканы Три желания немесе Деп фирмасынан қолдануға кеңес беремін. Салыстырмалы түрде өте сапалы. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді ыстықтай күйінде бөліктерге бөліп, майдалап алуымыз қажет. Өйтпеген жағдайда қамырымыз өте тез уақытта қатып қалады. Содан соң майдалау қиынға түседі. Қамыр өте ыстық, дегенмен тез жасап майдаласаңыз, жеңіл үгітілетін болады. Мінекей мен дәл осылай үгітіп шықтым. Өз қалауыңызша майда немесе ірі етіп үгітсеңіз болады. Енді үгітілген қамырды креммен араластыратын боламыз. Егер қамырыңыз қызарып, тіпті сәл күйіңкіреп пісетін болса, өте дәмді муравейник шығады. Ерекше қызарған әдемі түс береді. Сары майдың дәмі өте керемет білініп тұрады. Сондықтан өз духовкаңызға қарап, қамырдың беті жақсылап қызарғанға дейін пісіріп алыңыздар. Енді осылай вилканың көмегімен жақсылап араластырып шығатын боламыз. Өте дәмді муравейник шыққанын қаласаңыз, сары майдың 82%-ын қолданыңыз. Ал маргаринді қосуға кеңес бермеймін. Оның пайдасы да жоқ. Және де сары май сияқты сливочный дәм бермейді. Міне біз осылай жақсылап араластырып шықтық. Енді өз қалауыңызша формаға келтірсеңіз болады. Мен өз нұсқамды көрсететін боламын. Ол үшін қолымызды кішкене сулап аламыз. Муравейник қолға жабыспауы үшін маңызды.
Шамамен бір қасық мөлшерінде қолымызға салып, екі қолымызбен араластырып қысып, дөңгелек формасын келтіреміз. Мен жеуге ыңғайлы құрт сияқты кішкентай етіп жасаймын. Сіздер қалауыңызша көлемін бұдан үлкейтсеңіздер де болады. Немесе кішкентай стаканның көмегімен стаканымызды сулап алып, ішіне қажет муравейнигімізді салып, сол формамен жасауға да болады. Немесе ең оңай нұсқасы табақта салған күйінде холодильникке салып қатырып, жейтін кезде кесіп алуға болады. Мінекей біздің муравейник дайын. Күнделікті шаймен ішкенге дастарханға қойсаңыз болады. Тіпті қонақ дастарханында көркін ашады. Жасалуы өте оңай және қолжетімді заттардан тұрады. Бұдан да әдемірек ұсынғыңыз келсе, муравейниктің үстін қосымша сәндеуге болады. Яғни үстіне мак, кокос ұнтағын, қант немесе какао ұнтағын, кондитерлік сеппелер қосуға болады. Шоколад ерітіп жақсаңыз болады. Ал рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыз.